сіздің ақшаларыңызда бос жатпай жұмыс істеуі тиіс. Бұл әңгімені депозиттегі қаражаттармен ғана байланыстырмау керек. Сонымен қатар айтылған қағиданың сіздің зейнетақы жинақтарыңызға да қатысы бар. Жеме-жемге келгенде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ай сайын аударып отыратын жарналарыңыз құр жатпайды, олар инвестицияланады. Сәйкесінше ақшаларыңыз еселеніп артып отырады. Соңғы уақытта зейнетақы активтері инвестицияланады десе, көп адамның көңілінде күдік, санасында сенімсіздік пайда болатыны жасырын емес. Кәрілікке деп жиған қаржы айналымға шығарылса, табыс түгілі қаражат қайтпай қала ма деп секемденеді. Бірақ алаңдауға ешқандай негіз жоқ. Бұған зейнетақы жинақтарының жай-күйін уақытылы бақылау арқылы көз жеткізуге болады. Бірінші кезекте ертең өзіңіз алатын қаражат. Сондықтан да ол жинап жатыр екен, 10%-дан аяқтанып кетіп жатыр екен, болды деп ойламай кетуге болмайды. Ертең пенсияға шығатын кезде ғана есептемей. Қазірден бастап егер соны қолға алатын болсаңыз, оны еселеп арттыруға болады. Экономистің пікірінше, қордағы қаражат жұмыс істесе, оның зияннан пайдасы көп. Зейнетақы активтерін инвестициялау арқылы көл-көсір пайдаға кенелуге болады дейді. Жыл ауысқан сайын инфляция қарқын алады, кейде бәсеңдейді. Соған сай үйіңізде сақтаулы отырған ақшаларыңыз өз құнын жоғалтады. Тура сол сияқты зейнетақы қорындағы қаражат салынған күйі айналымда болмаса, біз бен сіз қашанда минуста боламыз. Сол себепті зейнетақы қорындағы қаражат бостан-босқа жатқаннан гөрі табыс әкелгені бәрімізге тиімді. Зейнетақы активтерін айналымға шығарудың өзіндік тәуекелдерін жоққа шығара алмаймыз, яғни тек табысқа ғана қол жеткіземіз деген қағида жоқ. Табыстың не шығынның болуы елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайға тікелей байланысты. Мамандар алаңдауға негіз жоқ деген пікірде, себебі мемлекеттің өзі қауіпсіздік кепілі болады. Ол тәуекелдер несиелік, қаржылық, нарықтық, операциялық және басқа тәуекелдер. Осындай тәуекелдер әртүрлі күтпеген жерден қаржы шығыннан орын алуы мүмкін. Бірақ салымшылардың алаңдауына ешқандай негізі болмау керек, өйткені зейнетақы заңнамасы бойынша инфляция деңгейін ескере отырып, мемлекет салымшылардың жарналарына сақталуына кепілдік береді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының ұлттық банкі сенімгерлікпен басқарады. Бұл жерде инвестициялау бағыттарын ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңес мақұлдайды. Ал сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының нақты тізімін жыл сайын ел үкіметі бекітеді. Зейнетақы активтері бірнеше бағытта инвестицияланады. Соның негіздері Қазақстан Республикасының мемлекеттік құнды қағаздары, шетелдік валюталар, халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары мен квазимемлекеттік компаниялардың шартталған уағдалы құнды қағаздары. Соңғы 3 жыл ішінде, яғни 2014-2016 жылдар аралығында зейнетақы активтері бойынша есептелген инвестициялық табыстың көлемі шамамен 1,16 триллион теңге болды. Осы кезеңдегі табыстылық 32,17%, ал инфляция деңгейі 32,12% құрады. Яғни 3 жыл ішіндегі табыстылық инфляциядан 0,5%-ға жоғары болды. Түрлі қатерді азайтып, инвестициялық табысты ұлғайту мақсатында зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі жеткілікті түрде әртараптандырылған. Қазіргі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің портфелінде шетел валютасы қаржы құралдары бар. Олардың үлесі зейнетақы активтері мөлшерінің 30%-ын құрайды. Осылайша зейнетақы активтерінің ұлттық валюта бағамының құбылуынан қорғалған. Жалпы инвестициялық табыстың негізгі бөлігі облигация, акция және депозиттерін түсетін сыйақылардан құралады. Мұның барлығын бес саусағында білетін мақсат елдегі экономикалық жағдайды да өзінің зейнетақы шотының жайында жіті қадағалап отырады. Жинағына қатысты үзінді көшірме оның электронды поштасына 3 айда бір рет түсіп тұрады. Осы жылдың қорытындысы бойынша экономикалық өсім болады және келесі жылдарда ол ары қарай еселенетін болады. Ондай кездерде инвестициялық табыс әлдеқайда жоғары болады. Сонда біз өзіміздің табысымызды белгілі дәрежеде өзіміздің кәрілікке сақтаған қаражатымызды арттыра алдық деп айтуға болады. Осы тұста айта кету керек, инвестициялық табыс құбылмалы болып тұрады. Оның мөлшері салымшының жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу мерзіміне, зейнетақы жарналарының көлеміне, келіп түсу уақытына, сондай-ақ сатып алынған бағалы қағаздардың нарықтық бағасы мен валюта бағамының өзгеруіне тәуелді. Инвестициялық табыс жеке зейнетақы шоттарына күн сайын есептеледі. Мысалы, бір күнде табыс мөлшері 1 миллиард теңге болса, пропорционалды түрде салымшының зейнетақы жинағы 0,101% өседі. Яғни зейнет ақшаларыңыз инвестициялаудың арқасында көбейіп отырады. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.